Және де ислам дінінде бұл мерекені көп ұлттар тойлай бермейді. Бұл мереке түркі тілдер иелерінің арасында өткізілетін мереке болып саналады. Көбінесе қазақтар және де өзбектер және тәжікстандар бұл мерекені тойлайды. 1991 жылға дейін бұл мерекенің өзін Түркияда тойлауға тыйым салынған еді. Қазіргі таңда бірте-бірте бұл мереке тойлана бастады. Ел арасында 21 наурыз күні даланы Қыдыр баба аралайды деген аңыз бар. Осыған сенген халық дәулеттар бақ қонсын деген мақсатпен есіктерін ашып қояды. Сондай-ақ наурыз қарсаңында қарыз қайтару бұл арадағы ренішті кешіру және қиындықты ескі жылда қалдыру болып саналады. Жаңа жылды жаңашылықпен бастау үшін үйді тазартып, қоқыстарды тастап, халық арасында адамдар 13-ші күні бұл күнде бір-біріне көріспей, бір-бірінен жоқпай, бұл күнді бір-бірінің қарызын кешіру ретінде қабылдаған. Ол кезде адамдар бір-бірінің атынан қарыздарын кешіріп, бір-біріне кешірмей қарайды. Және де бұл күні ең бірінші үйге келген адам көп нәрсе сол адамның жайлы мінезді, мейірімді, беделді адам болуына байланысты болып келеді. Наурыз мейрамының ең басты тағамы наурыз көже болып есептелінеді. Және де оған 7 түрлі ингредиент қосылады. Су, қайнатылған ет, дәнді дақылдар, тұз, май және де айран қосылады. Наурыз көжені ішкен адамның отбасы бақытты да баянды өмір сүреді, ал адамды өмір бақи қуаныш пен сәттілік артынан қалмайды деп есептелінген. Келді, наурыз келді, жер көгерді, тал гүлдеді, дастархан жайып дархан, жақсылық пен бақыт шашқан. Наурыз келді, тойға ұласқан. Наурыз тойы құтты болсын. Ағайын. Мейрамда қар жауса, ол жақсылықтың белгісі. Бұрынғы заманнан бері қыздардың сұлулығы наурыз мейрамында жауған қармен салыстырылады.